ашқан жанарыңды жүрегіңнен қатқан ұнаттым мен бірақ күннен көңіліңді сыр жатқан елеңдеттің тыңдаттың мөлдіреген. Сегодня какой день? Ой, бүгін нешінші күн айдады? Бүгін тамыздың 5-і, бүгін түсірілімнің бірінші блогының соңыны. Бүгін соңғы күн ба не? Жоқ, ертең демалыс қой. Ертең демалыс, сосын 7-8 тағы съемка болады. Одан кейін біз демаламыз. Суға түсеміз. Надеюсь, суға түсеміз. Очень мына жердің ыстығы қандай екен білсеңіздер ғой. Мен айтамда мына жердің ыстығы қандай екен білсеңіздер ғой деймін. Қазір Бейбіт Қушқалиевтің өлеңіне билейміз. Сен мынадай прическа жасады бізге. Бүгін өте ұзақ күн, және де өте қатты шаршадым. Көзімде уже жабылып бара жатыр. Съемка күндері дұрыс тағамданбай жүрміз, сондықтан да көңіл күйім өте нашар. Мен көңіл күйім жақсы болу үшін мен белгілі бір уақыт аралығында тәтті жеп тұру керек екенмін. Қазір тәтті нәрсе жемей жүрмін, сондықтан да көңіл күйім нашарлау. Ол не үшін кім біледі? Білесіздер ма? Айдана! Неге адамдар уақытымен тағамданбай және де тәтті нәрсе жемесе, мысалы кәмпит сияқты, неге адам көңіл күйі болмайды? Қалай көңіл күйі болмайды? Өйткені оның ішінде көптеген глюкоза бар. Ол адамның энергиясын қосады. Сондықтан шоколад вредный не бывает. И много не бывает. Кішкене шоколад жеп тұрса, дұрыс болатын шығар деп ойлаймын. Менің ең сүйікті шоколадым ол қазақстанский шоколад, көк, сырты көк. Білесіздер ғой. Я песню. Сәлем. Мен қазір жердің бір басына келдім. Бұл больница, қалан шетінде. Мен үшін қалан шеті енді бір сағаттай жүрдік. Айдана, бұл жердің бір барысы ма, қандай? Ой, мен ондай жер даже білмеймін. Ташкентская, әйтеуір. Ташкентский жақ. Короче, Қалқамандамыз қазір біз, Қалқаманский район. Қалқаманның адамдары көріп атса ренжімеңіздер, енді жердің бір барысы мынау. Что-то тут интересно. Ух ты ж, какая больница. Біз қазір досымызға больницаға келдік. Досымызда аппендицит болып қалды. Мынадай заттар алып келе жатырмыз оған. Жалпы аппендицит болғанда адамға не жеуге, не ішуге болатынын білмеймін. Сондықтан да біз примерно йогурт алып келдік. Йогурт болатын шығар. Сосын суға келдік. Сондықтан да достар, ауырмаңыздар. Емхана, так, емхана ғой да, поликлиника. Так, аурухана. Поликлиника, аурухана. Ауруханаға түсіп қалмаңыздар, абайлаңыздар. Кез келген нәрсені жей бермеңіздер жазда. Абай болыңыздар. Бүгінгі біздің таксист айтқанда бүкіл проблема бәрі біздің тамақтанудан, яғни қазіргі көп фабрикаттарға ГМО қосылады, сондықтан біздің денемізге, организмімізге керек емес заттар түседі. Соның салдарынан біз ауырамыз. Сондықтан да кез келген зат сатып алғанда соның құрамын қараңыздар.
және де дұрыс тағамдаңыздар. Сол больницаның ішіне кіргенде бахила кию керек екенбіз, бахиласыз жүрік, сондықтан да бізді кіргізбей қойды. Ана келе жатыр. Походкасы өзгеріп кетіпті. Походкасы өзгереді екен, шикарная походка.